Қайырлы таң, достар. Бүгін таңертең ерте тұрдым, мен сағат 6-да тұрдым. Апетитный сағат 7:30-да осында тұратында. Қазір сағат 8. Мен 20 минуттың ішінде өзімнің обедімді істеп жұмысқа кетуім керек. Менде самый ең тез дайындалатын тамақ ол паста. Грудкамен, грибымен, соны такие жасайтын боламыз. Менде грудка холодильник, морозилкадан шықты. Кәсіппен кішкене қыздырып алайық. Пока менде мына жерде астынан мен күйдіріп жүрген ғой. Таки кетіре алмадым. Онда менде паста болады, вермишель. Жаңа мен каша істеймін. Түйеумен заманы қалды. Қазір қайнағаннан кейін тұзын салып, спагетти пісіріп аламын. Курицаны уже кесіп, май құйып пісіріп жатырмын. Бізде грибыйды жақсы көреді. Қазір барлығын грибыйды саламын. Чесногын саламын, дұрыс, көздің бәрін саламын. Грибыйды пісіріп жатыр. Грибыйды пісіп жатыр. Менде мынадай қаймақ. Сосын сливочный сыр бар, плавленый. Мына жерде с грибами сол. Балалар көп жемейді да, бізде осындай сырды. Күйеуіміз екеуміз ғана жейміз сол. Соны тоже қосып жүремін, текке қалмасын деп. А то сырау болып кетеді. Примерно бір чайная ложка. Обязательно нужно. Бізде балалар тоже қаймақты осы шыналам көп үлкен қаймақты жемейді. Бізде сары май ғой домашний. Ауылдан аламыз. Обязательно. Көбінесе осындай пасталарға қосамын. Пастаны көйін балалар жақсы жейді. Бешбармақ жемеуі мүмкін, но пастаны жақсы жейді. Ой, мен дұрыс істеп тұрған жоқ. Енді есі де күшті шығып тұр. Вот мен. Мынау менде спагетти шпинатный. Арықтаймын дегенде алғанмын ғой. Мына тамақтардан кейін солай арықтаймын. Все, тамақ пісті. Мен осындай сыр қостым. Тамақты салар бұрын тағы да спагетти салып алып тарелкаға. Сосын тағы да мынадай сырды көбірек жақсы көретін болсаңыздар, осылай езіп салуға болады. Так, бізде сағат 8-ден 20 минут кетті. Получается, мен 20 минуттың ішінде тамақ пісіріп үлгердім. Енді қазір жұмысқа салып алып кетуім керек. Менде осындай одноразовый ыдыстар бар. Алдында тамақ алғанда жұмыста осыны елкеге осыны жуып алып қойып қоямын. Сті удобно.